Сабырлық, салмақтылық, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын қасиеттер нағыз ер азаматқа тән қылықтар деп ойлайды жас әнші Ернар Айдар. Батылдық та болу керек, ода ер жүректік те болу керек, оның барлығы. Ал енді айтады ғой, отанды сүю иманнан деп, ал иманды болу керек. Сол себепті иманды ер жігіт ол отанын қорғай алады, отанның қадірін түсінеді. Осы ата бабамыздан қарған жерді, байтақ елді барлығын түсінеді. Алайда қазіргі джентльмендердің басым бөлігі материалдық қажеттілікпен ғана өмір сүреді. Олар басқаға сараң, жеке басына жомарт. Өкінішке қарай, достарымның арасынан қарабастың қамын ойлайтындарды жиі кездестіремін дейді Ернар. 18 жасқа келіп, қыз дегенге қарап, жаңағы азамат бола бастағаннан 4-5 жылдан бері бір футболканы киіп жүргендер бар, бір шалбарды киіп жүргендер бар, бірақ оның мінезі, оның ер азаматқа деген қылығы өзіне сай. Сол себепті сол бір болмашы бір шүберек, болмашы бір тақыншақ, сондай бір нелермен шатастыруға болмайды деп ойлаймын. Ернар үнемі көңілді жүруге тырысады. Орайы келіп жатса, қатарластарымен, әсіресе жеңгелерімен жиі қалжыңдасатын көрінеді. Өзіне қатысты емес, тірлікке мүлдем араласпайды. Әншінің қарапайымдылығы ел аузында. Мен әкеме ұқсағым келеді, және сол әкеме еліктегенмін де. Мен кішкентай кезімде негізі оң қолыммен тамақ ішемін, бірақ әкем сол қолыммен тамақ ішеді, соған еліктеп мен сол қолыммен тамақ ішемін. Өзімді қинап. Әкем молдасын қорған кезде оң аяғын алдына қояды. Сол аяғын алдына қояды. Мен оң аяғымды алдына қоятынмын, сол әкеме қарап сол аяғымды алдына қойып, қазірге де сондай болып кеткенмін. Ернар Айдар отбасын әлі құрмаған, болашақ жарын да таппапты. Дегенмен шаңырақ көтеріп, әке атануды армандап жүр. Ең бастысы, балаларына әкесі сияқты қатал әрі қамқор бір шешімді болғысы келеді. Жантас Тұран, Илхам Аюпов, Жаңа күн.